Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өтетін тақырыбымыз бізде имбаланс. Имбаланс дегеніміз не? Жалпы имбаланс дегеніміз бізде баға кезінде, яғни графикте сатып алушылар мен сатушылардың күштері тең болмаған кезде, яғни баға өте қатты импульспен төмен құлағанда немесе өте импульспен ұшқан кезде ортасында қалған бос кеңістік. Осыны біз имбаланс деп атаймыз. Енді қараңыз. Бұл имбаланс бізде откат беретін зона болып табылады. Оны біз қалай анықтаймыз? Бірінші, екінші, үшінші свечаның арасы, көріп тұрсыздар, бізде импульспен төменге қарай құлаған. Бірінші свечаның лойы, екінші және үшінші свечаның хайының арасында, яғни бірінші свечаның лойы мен екінші свечаның хайының арасында бізде пустой орын болатын болса, осындай олардың фитильдері бір-бірімен жабысып тұрған жоқ, яғни жоғарыдан фитиль төменде тұрған жоқ. Именно фитильдерінен зона сылаңда осындай пустой болатын болса, онда ол бізде аталады имбаланс. Дәл солай бірінші және үшінші свечаның арасында пустой зона бізде имбаланс деп аталады. Дәл солай мына жақта да бізде тура мына свечаның лойы, мына свечаның хайы, бірінші және үшінші свечалардың арасында пустой графиктағы зона. Яғни бұл имбаланс неге әсер етеді? Бізде мысалға мынау шартовый имбаланс, мынау лонговый имбаланс. Яғни бағаны шартовый имбалансқа келіп, қайтадан сол жерден откат алуы мүмкін. Дәл солай баға бізде осы лонговый имбалансқа келіп, сол жерден откат алуы мүмкін. Және бұл бізде білдіреді, алдыда order flow деген тақырыптарды қарастыратын боламыз. Енді графиктен біз қараймыз, бұны как пойзон ретінде біз қолданамыз имбалансты. Енді графикке өтейік. Қараңыздар, бізде графикте не болып жатыр? Графикте біздің көріп тұрғандарыңыздай, мысалға, мына жерде кез келген таймфреймде сіздер имбалансты қолдана аласыздар. Давайте мен сіздерге бір күндік таймфреймді ашайын, және бір күндік таймфреймдегі мысалға сіздерге қайсысы ыңғайлы соның имбалансын көрсетемін. Міне, астыда мына жерде қарасаңыздар, міне. Именно сіздер ойға, хайға, мынандай свингтарға қарайсыздар, Мына свеча 1, 2, 3, қараңыздар. Осы 3 свеча тұр, міне, бірінші свеча, екінші свеча, үшінші свеча. Бірінші свечаның мына жерде хайы, екінші свеча және үшінші свеча. Осының үшінші свечаның ойының арасындағы зона, ол бізде имбаланс. Міне, бұл бізде имбаланс зонасы. Көріп тұрсыздар ғой. Баға біраз уақыт өткеннен кейін ол имбалансқа келген, имбаланстан төмен жабыла алмай тестировать етіп, осы имбаланста баға не істеген лонгқа қарай қозғалған. Енді біз бұны кез келген таймфреймде қолданып бересіздер. Мысалға, мына жерде бізде имбаланс жоқ. Қараңыздар, мына свечаның фитилі қараңыздар, бірінші свеча, екінші, үшінші свеча. Мына свечаның фитилі мен үшінші свечаның арасында бізде мынандай имбаланс зонасы бар ма? Ол жоқ, потому что қараңыздар. Міне, бір-бірінен бірінші свечаның лойы, яғни фитилі, үшінші свечаның денесіне тиіп тұр. Значит, бұл жерде бізде имбаланс жоқ. Дәл солай, мысалға, бізде мына жерде де бар, қараңыздар. Бірінші свечаның мына жерде 1, 2, 3, қараңыздар, мына свечаның несі лойы тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Мына жақта да бізде мынаның лойы, мынаның хайы арасында бізде пустой орын бар, имбаланс бар, баға не істеген осы жерге келген. Енді бізде тағы да, мысалға, мына жерді қарастырайық. Мына жерде қараңыздар, бірінші свеча, екінші и үшінші свеча, үшінші свечаның лойы, бірінші свечаның хайы арасында бізде имбаланс бар ма? Имбаланс бар. Значит, баға бізде не істеген? Осы имбалансқа келген, осы имбалансын жоғарыға қарай откат алған. Енді кеттік, алтынды көрсетейін сіздерге алтынды. Енді бұл жақта бізде бағаның өсуін қараңыздар, Міне. Бұл бізде күндік таймфрейм. Міне, бірінші свеча, екінші, үшінші свеча, оның ортасында міне бізде бірінші свечаның лойы, екінші свеча, үшінші свечаның хайы арасында имбаланс бар, баға имбалансқа келген, имбалансын жоғары жабыла алмаған, яғни фитильмен тест дегенде төменге қарай кеткен. Если ол имбаланстан верхым жабылатын болса, онда ол баға жоғарыға қарай өсуге не істейді? Талпыныс алады. Келесі, мына жерде қараңыздар, бірінші свеча, екінші, үшінші свеча, Осы мына жердегі бірінші свечаның хайы, екінші, үшінші свечаның арасында бізде не бар? Имбаланс бар. Осы имбалансқа баға келген, және осы бағада не істеген? Жоғарыға қарай откат алған. Яғни сіздер мына жерде кіретін болсаңыздар, сіздердің тейктарыңыз примерно осы жерге дейін болатын болса, сіздер мына жақта кем дегенде 150-200 доллар ұстайсыздар да, яғни ол бізде 1000-2000 пипс арасында. Жалпы бұл бізде swing trade деп аталады. Мысалға, тағы да қараңыздар, мына жақта бізде баға order flow-мен қолданады деген нәрсе бар бізде. Бізде баға не істейді? Қараңыздар, бізде өсіп келе жатыр да, міне, көріп тұрсыздар ғой. Бізде баға өсіп келе жатыр. Қазір мен анда өшіріп салайын. Баға бізде өсіп келе жатыр. Бірінші, екінші, үшінші свеча,
осы бірінші, екінші, үшінші свечаның арасында имбаланс бар. Баға имбалансты тест жасайды, жоғарыға қарай кетеді. Яғни бізде осындай қозғалыстарды алдыңғы уақытта талдайтын боламыз. Менің сделкалық разборларыма кіріп, сол жақта түсінсеңіздер болады. Жалпы осы имбаланс тақырыбын түсініп алыңыздар. Одан бөлек енді мен сіздерге қазір көрсететін бір нәрсе. Имбаланс табу бізде негізі өздеріңіз тапқан артығырақ, бірақ мынау ФБГ деген мынау бір индикатор бар. Осы индикаторды қоссаңыздар, негізі в принципе вот имбаланстарды өздері көрсетіп береді. Көрдіңіз бе? Графикта имбаланс бар, баға келген имбалансқа тест жасаған имбалансын жоғары өтеді. Міне жаңа мен сызған имбалансым, баға аяқта имбаланс. Бұлай өзі сызып береді. Но сіздерге айтатыным, өздеріңіз сызып торговля жасағандарыңыз мыңнан артық. Өйткені осындай имбаланстарды, мысалы мына жерде имбаланс көрсетіп тұрған жоқ бізде, а вот біз өзіміз сызып көріп зона ретінде оны қабылдадық. Каналға тіркеліп, лайк басып, сабақ туралы пікірлеріңізді комментарийде жазып кетсеңіздер, менің телеграм каналым мен инстаграмға тіркеліп, сол жақтағы білімнен тоже хабардар болып отырсаңыздар болады. Барлығын описанияға жазып қалдырамын.